Біріккен Араб Әмірлігінің астанасы Дубай қаласы. Дубай әлемдегі ең әдемі қалалардың бірі. Жыл сайын оған бірнеше миллиондаған туристер демалуға келеді. Дубай қонақ үйлер мен биік ғимараттар жағынан алдыңғы орында. Дубайда жол ережесін бұзған адамға $800 көлемінде айыппұл салынады. Сондықтан бұл елдің адамдары заңды мүлде бұзбайды. Қоғамдық көліктерде әйелдер мен ерлер бөлек жүреді. Тіпті олардың метро вагондары да бөлек. Дубай метроларының жүргізушісі жоқ, ол автоматты түрде басқарылады. Мұнда тұратын әрбір адам бай бола алады. Дубай тұрғындары жеке табыс салығын төлемейді. Әлемдегі ең үлкен ғимараттар мен қонақ үйлер осында. Сол себептен әлемдегі барлық крандардың 20% Дубайда. Дубай тұрғындарының құрамы әртүрлі. Қала тұрғындарының жартысы үндістер. Олар әмірліктегі халық саны 17% құрайды. Қалған бөлігі әртүрлі себептермен келген келімсектерді құрайды. Әлемдегі ең үлкен ғимарат бұл Бурдж Халифа, биіктігі 828 метр. Ғимараттың құрылысы 1994 жылы салынып, 1999 жылы берілді. Әдетте қонақ үйлер 5 жұлдызды болса, Дубайдағы Бурдж Аль-Араб қонақ үйі 7 жұлдызды. Ол әлемдегі ең биік 4-ші қонақ үй. Заңды аздап бұзғанның өзінде өмір бойы бас бостандығынан айырылу немесе депортация ұшырау мүмкіндігі өте жоғары. Сол себептен Дубай планетаның ең қауіпсіз қалаларының бірі. Дубайда мамыр және қазан айларының аралығында мүлдем жаңбыр жаумайды. Полиция бөлімшелеріне бара қалсаңыз, Lamborghini, Ferrari тіпті Bentley'ді, спорттық автокөліктерді көре аласыз. Жұмыс аптасы сенбіде басталып, ал демалыс күндері бейсенбі және жұма болып табылады. Достар, сапарға шықтым бұйырса. Қазір Астана әуежайындамын. Алла амандығын берсе, Дубай еліне, Абу-Даби қаласына ұшқалы жатырмын. Және қалай барам, қандай қызықтар болады, қай елдерге барам, қай елдерді аралайым. Соның барлығын көргілеріңіз келсе, видеомнан алыстамаңыздар. Пікір жазып, тіркеліп кетіңіздер, лайк басыңыздар. Керемет саяхат болады, иншалла. Алдымен достар, Дубайға қалай жеткенімді айтып өтейін. Ұшуға 2 ай бұрын Атырау-Астана, Астана-Атырау барып қайту билетін 54 мың теңгеге, ал Астана-Абу-Даби, Абу-Даби-Астана барып қайту билетін 42 мың теңгеге алған болатынмын. Барлығы бір адамға 96 мың теңгеге шықты. Абу-Даби Астана бағыты бойынша самолет 5 сағат ұшып келді. Түнгі сағат 10-да Астанадан Абу-Дабиге ұштым. Жете салысымен аэропортта намазхана бөлмесінде ұйықтап алдым. Сөйтіп, Дубай еліне керемет көңіл күймен келдім. Осындай керемет аэропорттың іші бір құдды бір торговый центрдің ішінде жүрген сияқтысың. Ішінде бәрі өте үлкен терминалдар көп, сол себептен кішкене ертерек келіп, ертерек шығуға тура келеді. Қазір енді обменникке баратырмын. Ақшамды айырбастап аламын. Көрсетіп түсіремін. Қай жерден айырбастау керектігін түсіремін. Мына шыққан бойда тек ұшып келген бойда ана сары жазудан өте салысымен осындай көк будка болады. Ақшаны айырбастау пункті exchange деп төбесіне жазылып тұр. Осы жерден айырбастап аласыздар. Жаңа ақша айырбастап шыққаннан кейін достар, мына жақтан шыққаннан кейін оңға бұрылып осылай келесіздерде мына жерден жоғарыға көтерілеміз. Көрсетіп кетейін. Намазхана қай жерде, ұйықтауға қай жерде болады. Бізге ер адамдарды керек. Ер адамдардікі міне алда. Шықтыңыз, мына жерден бұрыласыз и алға жүресіз. Сізге көрсетемін қазір қай жерде екен. Достар, осы жерден кіреміз. I'm going to Dubai. Ticket. 33 dulu. How much is it? Yes, card 0 silver.
Cardinal Silver. Only ticket. Only ticket. Give me 4 ticket. 140 dirham. Aeroporttan шықты достар, берсі автобус қарай кетіп жатыр. Автобус қайда мінеді? Қайда қозғалады? Автобусқа жайғасын берсі 35 дирхамға сатып алған. Берсі қазір 15 минутта жол жүреміз. Дубайға келдім достар. Алла берсі тамақтан алам. Осындай керемет Camry 70-тер таксовать етіп жүр. Бұйырса, бұл менің 10-шы саяхатым, 10-шы мемлекетке. Алыстамаңыздар, жазылып қойыңыздар тіркеліп. Жақсы саяхаттар күтесіздер бұйырса. Сіздерге жақсы, әдемі саяхат ұсынамын. Менімен бірге болыңыздар достар. Мен Дубайдамын. Дубай таксилері, 70 Camry. Саната, новый санатылар. Метро өтетін жер. Selam alaikum. Allah'ım. Taxis. Welcome in Dubai. Thank you. Welcome, sir. Thank you. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Kazakhstan. Yes. MashaAllah. Do you know Kazakhstan? Yeah. I am Egypt. Egypt? Yeah. Thank I am Egypt. you. Muslim? I love you, Kazakhstan. Thank you. Welcome, sir. Thank you. Қазақстанды танып жатыр сырттан достар. Сразу бізге жазып жатыр. Бізде Қазақстанмен шамалас бағалар. Мысалы, например, бургерлер дерті бір 1200 теңге, 1300 теңгенің шамасына шығып тұр. Бірақ біздер 4 адам болғасын мынаған заказ беріп. Осындай тамақ дайындады осы жігіт. Көреміз енді дәмді ме, дәмді емес пе? Метро станция Ибн Батута, красная линия. İçine kırıp bir atıp verse. Hi, give me information card 0 silver. Go Dubai. We're in Dubai. Yes. You want ticket? 1 day pass? I'm there 2 people. I cannot buy access. Or 2 people sometimes 1 card. One card, 1 person. Give me 2 cards. 2 card. 50. 50. Bir adamға bir kartı дейді вообще. Қолдануға болмайды. Thank you. 19 dirham. 19 balance. Thank you. Thank you. Метроға отыру үшін станциядан арнайы карта 0 silver алдым. Оның құны 3200 теңге. Ішінде 19 дирхам балансы бар. Метромен жүрген кезде сіздерге арнайы карталарды қолданған дұрыс болады және қай жерден түсу керектігін, қай жерден міну керектігін барлығын нақты көрсетеді. Оның ішінде тугисте Дубайда қолдануға болады. Ең үлкен гүлдер бағына бара жатырмын, ол Miracle Garden деп аталады. Құмның ортасында осындай керемет гүлдер бағын жасаған дубайлықтарға мың рахмет. Miracle Garden'ге жеттім достар. Бұл Miracle Garden Дубайдағы ең үлкен гүлдер бағы. Бұл бақтың ішінде
7 миллион гүлмен әсемделген деп көрсетеді. Міне арттарыңызда тұрғандай керемет саябақ. Қазір кірем, билет қайдан алады, қанша теңге көрсетемін сіздерге достар. Miracle Garden. Ticket. Бағалары 95 дирхам. 12 жастан жоғары балаларға, 3 жас пен 12 жасқа дейінгі балаларға 80 дирхам. Эмират тұрғыны болса, егерде онда 65 дирхам. Ал 3 жасқа дейінгі балаларға тегін екен. Miracle Garden билет 95 дирхамнан 27 доллар, долларда қолдайды екен. Бұйырса кіреміз. Hello. Достар, Miracle Garden'ның ішіне кірдім. Ішкі атмосфераны сезіну үшін сіздерге видеомен көрсетем. Бірақ келіп көрген одан да абзалырақ. Кайфты жақыннан сезінесіздер. Мынадай керемет гүлдермен әсемделген неше түрлі мүсінде жүрекшелер осындай барлығына 7 миллион гүл кетті деп айтады. Burj Khalifa. Ülkene değil. Where are you from? Me from Bangladesh. Bangladesh. I'm from Kazakhstan. And you? Kazakhstan. Kazakhstan. Do you know Kazakhstan? I know about, but I didn't go this area. Thank you. Inshallah, later I will go. Thank you. Гүлдер бағынан шығып автобусқа отырып букингпен брондаған қонақ үйіме қозғалдым. Дубай қаласы көшелерін көру үшін метро немесе автобуспен жүрген тиімді әрі қызықты. Билет бағасы Дубайдағы транспорт зоналарына байланысты бөлінеді, яғни арақашықтыққа байланысты ақшаларыңыз еселене береді. Түнгі Дубай көшелерін көру үшін Бурдж Халифа ауданына бару керекпін. Жолшыбай тамақтанып, супермаркетке де соғып, азық-түлікте алып үлгердім. Ал айтпақшы, Дубайда азық-түлік өте арзан екен. Сондықтан ақшаларыңызды үнемдеу үшін супермаркеттен тамақтанған жөн. Ал біз осы рестораннан тамақтандық, 4 адамға комбо алдық, бағасы 11 мың теңгеге шықты. Арзан ба, әлде қымбат ба, бағасын өздеріңіз берерсіздер.
Бурдж Халифаға келдім. Керемет әдемі. Қазір фонтан жүреді. Фонтанға дейін адамдар осылай күтіп отырады осылай. Халық өте көп. Әлемде ең биік ғимарат Бурдж Халифа 828 метр. Фонтан шолуды көзбен көру ерекше әсер етті достар. Одан әрі әлемдегі ең үлкен Дубай мол сауда орталығын ішін араладым. Іші өте үлкен. Тіпті қайдан кірдің, қайдан шығасың түсініксіз. Ал бұл мүсін кезінде араб елінің мұнай шықпағанға дейін судан маржан бағалы тас терумен күн көрген екен. Соған арнап қойылған мүсіндер. Және осы орталықтың ішінде әлемдегі ең үлкен аквариум да бар. Оның ішінде түрлі түсті балықтар кездеседі. Ал мына бір балық күліп баратқан сияқты ма қалай достар? Осылайша бір күнде сіз де осындай керемет жерлерді көріп тамашалай аласыздар. Дубайдың осындай бір керемет көшелерінде Бур Дубай деп аталатын районда Конкорде ин отель дейтін қонақ үйге тұрақтаған болатынмын. Қонақ үй 2 жұлдызды қонақ үй. Адам басына 15.000 теңгеден бір бөлме, яғни где-то бір 31 мыңның шамасына шықты. Бұл енді жақсы баға, мен ойымша, себебі қонақ үй сол бағаға тұрарлықтай. Және қонақ үйді мен Агада деген сайтпен брондаған болатынмын. Бұрын мен букингпен брондайтынмын. Букингте көп процент қосады және налог қосады. Сол себептен Агадамен брондадым достар. Бұл жақта бір артықшылығы, адамдар бір өздерімен өздері бір сондай ешкіммен шаруасы жоқ, тіпті қылмыс жоқ, даже ұрлық жоқ. 99.9% қылмыстан таза мемлекет. Бұл жерде қылмыс немесе бір ұрыс керіс айқай шығатын болса, сразу елден депорт жасап шығарып жібереді. Заңдар өте қатал. Адамдар сондай бір адамға болсыншы, көмектескіш сондай келеді. Бұйырса енді сафариге жолға шығам. Қазір 2-де осы отелімнен келіп мен алып кетеді.
сафаридің бір турдың құны $23 келіскен болатынмын. Ол яғни 11.000 теңгенің шамасында. Оның ішіне барып қайту билеті кіреді. Сояқтағы бір бедуиндық дәуірдегі стильдегі лагерде отырып кешкі шведский столдағы тамағымды ішем. Және танец шоулар бар. Құмда фотоға түсу, фотосессия, сондай түйемен серуендеу деген сияқты. Солардың барлығын салатын боламын, достар. Алыстамаңыздар арнамнан, бірге болыңыздар. Қызықты мәліметтер, қызықты видеоларды менің арнамнан көресіздер, тіркелеп қойыңыздар. Сәттілік тілеңіздер, достар. Мынау Дубай көшелеріндегі кептеліс. Әр жерде осындай рельстарда машиналар өте көп. Жүк таситын, тіпті мынандай жетістік бізде тойға мініп жүрген жетістіктерді мұнда таксиге мініп жүр ғой. Шіркін, заманның дамығанын, адамның дамығанын осы жерден көруге болады енді. Фургондар, осындай зат таситын. Бізде мына жетістікті әлі қандай қалып байсымақтар мінеді ғой. Мұнда тақонға теуіп жатыр да. Так что не мініп жүргендеріңді ойланыңдар. Клиент жетістік такси. Мынадай крузак көміп жүрген біздегі аға көкелер. Мұнда сафариге құмға түйіп теуіп жатыр. Как малға тепкен сияқты. Берса сафариге жолға шықтық. Осы машинамен жауға. Достар, сафариге келдік. Сафариге келген кезде ең бірінші осындай байкқа алып келді. Бір адамға 30 минутқа дирхаммен айтсам 150 дирхам сұрады. Ол теңгемен айтқанда где-то бір 20.000 теңгенің шамасына шығып тұр. Мен келіскен жоқпын, әрине ол мен үшін қымбат, себебі мен Египетте квадроциклға мінгем. Дәл осындай квадроциклдарға мінгем. Бағасы где-то 4.000 теңгеге мінгем мен Египетте. Бұлар примерно бір 35-40 доллардың шамасында сұрап тұр. Яғни бұл сафари турдан да қымбат. Себебі сафари турды мен $23 алып алғам. Оның ішіне кіретін тамағы кіреді және осында апарып алып келу кіреді. Сок, напиткі барлығы тегін, шоу программа полностью. Сол себептен қымбат деп ойлаймын. Прайсын түсіріп кеттім, қарарсыздар, өздерің шешесіздер ары қарай. Осындай кешке бедуиндік лагерге келеміз. Осы кеште бұйырса шоу программа орналасады. Соны тамашалаймыз. Так, таза. Good driver. Thank you so much. Salam Kazakhstan. Salam from Pakistan. Pakistan? Pakistan, da. Muslim. Muslim. How old are you? 26. 26. Da. Good driver. Name? Hariman. Muhammad? Muhammad Fazal Muhammad Fazal. from Pakistan. Nice to meet you. Thank you. Baby. Біздің водитель 27 жаста пакистандық азамат. Өте мықты ет, бана видеоларын көрсеттім, түсірдім. Бұйырса. Сафариден келіп, осындай керемет ужинға келіп жатыр. Осы жерден кіреміз қазір бедуин дәстүрдегі. Everything is open, okay? So there no need to wait the line. Everything is open now. No wait for the show. Open dinner, okay? And they have some extra dishes: water, soft drinks, tea, coffee, in your table. Better service, okay? No need to go by lane. Бедуиндер лагеріне келдік. Осындай бедуиндік лагерлер. Осындай керемет атмосферада кешкі тамақ ішіп, ана жерден шоу танецтарды көріп, мына жерден кальян шегіп, бір қызықты демалыс
ұйымдастырдық өзімізге. Соның барлығы $23 шыққан. Енді көрсетем барлық видеоны, полный видеоны салатын боламын. Оның ішіне тамақ, кола, чай, барлығы безлимит кіреді. Не алсаңыздар да. Мына жерде чай береді. Мына жерде энергетик, неше түрлі сусындар. I put already this. Кола. Do you have a juice? Excuse me? Кезекке тұрамыз осындай. Көреміз, не тамақ беріп жатыр, не беріп жатыр. Мынадай бір тамақ берді. Білмеймін, не тамақ екен. Бірақ енді жеуге болатын тамақ сияқты. Қытырлаған, иісі де бір дәмді. Керемет иіс шығып тұр. Қайсар ан жақта қарап тұрған сияқты өздерің арасында. Әлі көрме, өтірік. Артта қонақтарымызбен сөйлесіп болып жатырмын. Олар Гоадан келген екен. Жасы 55-те, MSC опера лайнерінде шеф-повар болып жұмыс жасаған екен. 3 баласы бар. What is the name? Edwin. Edwin. Nice to meet you. My name is Nariman.